Сәлем достар, егер үйіңізде жұмыртқаның қорабы жатып қалса, оны лақтыруға асықпаңыздар. Мен сіздерге пазл жасап көрсетемін. Алдымен қораптарды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң гуашь бояуының көмегімен түрлі түсті етіп бояп аламыз. Бояу кепкен соң балаларыңызға ойнауға берсеңіздер болады. Осылай ешқандай шығынсыз үй жағдайында балаңызға пазл жасап көрсетсеңіз болады. Видео ұнап жатса лүпіл басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сілтемеден өтіп, арнадан осындай қызықты видеоларды тауып аласыз. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.